Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жалпы белгіленген режимде қандай салықтар мен аударымдарды төлеуі тиіс? Яғни ТО общеустановленный режимде қандай налог, отчисление, взностар төлеу керек? Жалдамалы қызметкер мен басшы үшін ай сайын міндетті зейнетақы жарналарын төлейді. Пенсионный взносы еңбекақыдан 10%, максимум 425 теңге. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын төлейді. ОПВР, пенсионный взносы работодателя еңбекақыдан 1,5%, минимум 1275 теңге, максимум 63750 теңге. Әлеуметтік төлемдер социальное отчисление еңбекақыдан 3,5%, минимум 2975 теңге, максимум 20875 теңге. Міндетті медициналық әлеуметтік жарналары ВОСМС еңбекақыдан 2%, максимум 17.000 теңге. Міндетті медициналық әлеуметтік төлемдер ОСМС еңбекақыдан 3%, максимум 25500 теңге. Жеке табыс салығы подоходный налог міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті медициналық әлеуметтік жарналарды шегеру арқылы, яғни азайту арқылы, одан қалған суммадан еңбекақыдан 10%. Әлеуметтік салық социальный налог ТО жұмысшысы үшін минимум 1935 теңге, немесе еңбекақыдан міндетті зейнетақы жарналарын аламыз, одан міндетті медициналық әлеуметтік жарналарын алып тастаймыз, одан қалған сумманы 9,5%-ға көбейту арқылы, одан қалған суммадан әлеуметтік төлемді алып тастаймыз. Өзіңіз үшін және жұмысшылар үшін салықтар әр айдың 25-іне дейін төлену керек. Табыстан төленетін салықтар ТО үшін корпоратив табыс салығы, корпоративный подоходный налог жыл қорытындысы бойынша келесі жылдың 31 наурызына дейін табыстан есептеледі. Жауапкершілігі шектеулі қызметінің түріне байланысты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өзінің қызметінің түріне байланысты басқа да салықтар төлене береді. Мысалы, көлік салығы, мүлік салығы, жер салығы және тағы басқа. Ескерту: егер бір жыл ішінде компанияның табысы 20 мың айлық есептік көрсеткіштен асатын болса, сіз қосылған құн салығы бойынша есепке тұрып, оны 90-на, яғни әр кварталда бір рет төлеуіңіз керек. 12%. Енді жеңілдетілген режим. Упрощенный режимде, Қазақстанда жеңілдетілген режимде жеке кәсіпкер қандай салықтар мен аударымдарды төлеу тиіс? Өзі үшін ай сайын міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, бірақ оны төлеу үшін 1975 жылдан бастап туған болу қажет. Егер одан үлкен болса, онда ол ОПВР өзіне төлемейді. Одан кейін әлеуметтік салық және міндетті медициналық әлеуметтік жарналар. Жеке кәсіпкер төлейтін мөлшерін өзі анықтайды. Яғни міндетті зейнетақы жарнасы үшін ең аз 8500 теңге, әлеуметтік төлем үшін ең азы 2975 теңге. Кірісі жоқ ай үшін міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік төлем төлеу міндетті емес. Кіріс болмаса да міндетті медициналық әлеуметтік жарналарды ай сайын төлеу керек. 2024 жылы жалпы режим бойынша табысқа салынатын салық ставкалары қандай? Яғни жеке кәсіпкер үшін, ИП үшін жеке табыс салығын төлейсіз табыстан, жылына бір рет подоходный налог 10%, ал жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін, яғни ТО үшін корпоративті табыс салығын төлейсіз. Корпоративный подоходный налог 20% табыстан. Бұл да жылына бір рет төленетін салық. Жалпы бұл сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер ИП мен ТО ашатын болсаңыз, қандай айырмашылықтары бар екеуінің? Жалпы мынаны естеріңізде сақтаңыздар. Упрощенный режимнің, яғни жеңілдетілген режимнің ставкасы 24038 айлық есептік көрсеткіш, яғни 24038 МРП-дан 88 миллион жобасы асып кетсеңіз, сіз общеустановленный режимге көшіп, сол жалпы салықтық режимде жұмыс жасауыңыз керек. ИП үшін де, ТО үшін де. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.